Барлықтарыңызды сәлем, сіздермен желіден аралық крипто. Бүгін біз менің WhatsApp-та ашқан сделкаларыма разбор жасайтын боламыз. Так, WhatsApp-та менде евро мен фунт бойынша сделкаларды аштым, және де онда 50% винрейт көрсетіп тұр. Так, жалпы нәтижелерді көреміз. Неше трейд? 8 трейд қарастырыппын. Осындай винрейтпен 50%-бен жабылдық. Так, енді бірінші трейдтан бастайық. Так, бірінші трейд евро бойынша болды, стоп-лосспен алдық. Так, позиция менде қалай жиналды? Asian Low Sweep, Conf и так далее. Да, так, трейд көрейік. Трейд менде осындай трейд болды. Тейкті мына максимумға апарғам, стопты мына минимумға қойғам. И дальше давайте көрейік. Так, бізде баға осындай болды. До этого құлап келе жаттық. Дневной таймфреймнен бастап қарайық. Контекст не көрінді? Дневкада көріп тұрмыз, что баға бізде мына фракталды шешіп алғанда, сосын резко импульсивная реакция берген лонгқа қарай. Содан кейін дальше көтерілетін болсақ, бізде реакция берген, плюс біз закрепление алып тұрмыз, жақсы да. Және шортқа қарай құлағамыз. Так, часовойда ашайық. Часовойда біз не істедік? Құлау арқылы мына жердегі equal loss'ты шешіп алдық десем болады. Оның алдындағы low бізде не істеген? Ол бізде мына жақтағы ликвидность шешкен. Короче, былай айтқанда баға ликвидность жақсы жұмыс жасап, жоғары қарай өсіп келе жатыр деп есептеген болатын. Мында плюс еще 4 сағатта қарасақ, біз мына жерде дисбаланс зонасына келіп тұрмыз. То есть баға прям жақсы реакция беріп өсуге әдемі шанс болып тұр да. Так, енді қарай қандай сценарий күтуге болады? Конечно же, бағаның мынаны қайттан бір тесіп, дальше өскен кезінде позицияға кіруге болатын. Даже мен не істедім? Мен дәл сондай әрекетті орындадым. Баға келді, лоуды шешіп алды, жоғары өсті, және вход менде LTF-та алынған болатын. То есть келді, мына жерде біз закрепление бердік. Содан кейін примерно мына арада мен позиция қарастырдым, тейкті мына жерге қойған болатын. Негізі по идее план бойынша тейк бізде мына жерге қойылу керек болатын да, бұл жақтан дальше тартылмайды. Тартылмау керек болатын. Неге қойдым? Потому что жадность плюс еще бізде бағаның потенциалы жоғары қарай болды, және де осы жерге дейін апарып қойғым келді 4. Но баға бізге ондай мүмкіндік берген жоқ, келеді баға бізде, то есть жауап тастайды. Мен бұл жерде ешқандай бұзып алмадым, өкінішке орайда. Баға чистый стоп-лосспен кетті, былайша айтқанда. Жалпы осындай трейд болды, но ошибка қай жерден? Ошибка ол чисто менің өзімнің жадностьтан болды. Поэтому трейдті дальше план бойынша, планыңыздан бөлек ұзақ ұстаймын деп никогда ойламаңыздар. Жабылу керек жерді белгілеп, чисто сол жерде жабылыңыздар. Дальше кеттік. Түсінікті деп ойлаймын, бұл почему здесь стопта. Келесі трейд бізде фунт бойынша болды. Бұл бізде өте четко по правилам орындалған трейд. Так, 5 минуттық таймфреймді қарайтын болсақ, баға четко жоғары қарай өседі. Тейкпен жабылдық. 1.65R 3%-мен кірдім. Өте керемет, әдемі ашылған трейд. Енді осыны қарастырайық. Бұл бізде қашан болды? Бұл бізде 29 күні болды. Тура сол күні. Осы жерде алынған трейд. Енді логикасын қарастырып жіберейік. Неге мен лонг қарастырдым? Так, біріншіден Дневкаға өтетін болсақ, так, Дневкада бізде аралықта дисбалансты келіп толтырады, содан кейін почти ровный тура сондай движениемен поглощение жасайды. Содан кейін 4 сағатта біз не істейміз? Біз келеміз, мына жақта имбалансты толтырамыз, содан кейін дальше өсеміз. Содан соң біз мына аралықта не істейміз? Дисбаланс зонасына ровно келіп, короче, жоғары қарай өсеміз. Так, LTF көтетін болсақ, LTF-та бізде бағаның мына жақта ликвидностьпен қалай жұмыс жасағаны көрініп тұр. Және осыдан кейін баға жоғары қарай өсті да. То есть, былай айтқанда баға ликвидностьпен жақсы жұмыс жасап, біз жоғары қарай өсіп келе жатырмыз. Енді мені қаламаған нәрсе бұл жерде LTF-та бағаның жұмысы. То есть, біз дисбаланс зонасының ішінде толтырғаннан кейін ликвидностьті шешкен соң баға жоғары қарай өсіп не істейді? Так, жоғары қарай ликвидностьпен жақсы жұмыс жасайды. Және де менде позиция бұл жерде қай жерде алынады? Позиция менде вот баға келді, ашылды. Мына жердегі 3 минутта кажется дисбаланс болды. 3 минутта дисбаланс толығымен толтырамыз да. Содан соң біз мына жерде закрепление береміз. Осы жерде закрепление берген соң мен примерно мына жерде позицияға кіремін деп шешем. То есть осы аралықта стопты мынаның артына қоямын.
Так, и тейк профитті азиатский максимумға қоямын, ну чтоб уверенный болу үшін да тейкпен жабылатындай. И баға келеді, четкий позицияны тейкпен жауып береді. Ну примерно осындай трейд орындалды, кажется, және баға четко Лондон ашылған кезде тейкпен жауап береді. Дальше мен не істеймін да, дальше осы жерде келесі трейд қарастырылады. Так, мен қазір келесі трейдқа өтейін. Келесі трейд бізде тоже фунт бойынша болды, 29 күні хай рискпен алынған болатын. Бұл жерде біз 2 сағаттық таймфреймда позицияға кірдік десем болады. Так, енді қарастырып жіберейік. Вот позицияға кірдім, новостьпен келіп баға тейкпен четко жауап береді. Так, енді в чем логикада? Так, 2 сағатқа өтейік. Бізде баға келеді, 2 сағатта закрепление береді мына жерден, және де мен осы жерде пайда болған дисбаланстан позицияға кіремін деп шешемін. Себебі мына жақта ешқандай ликвидность жоқ. Жоғары қарай четко закреп берген. Цель для работы мына привезді хайды алдым. Және 2 сағатта қарайық. Мен так лимитпен емес, бұл жерде маркетпен кірдім, примерно осы аралықта осылай қарастырып. И осындай трейд менде 1.66 орындалған болады. Так, часовикті қарайық, баға дисбаланс жасап тұрады, то есть ликвидность шешпейді. Және баға келеді, коррекция береді, осы дисбаланстың ішіне кіреді. Содан кейін тейкқа, то есть сразу баға келіп жауап береді. Ну, өте тоже керемет орындалған трейд. Бұл трейдтардың барлығы мен сториста бөліскен болатым, сондықтан стористі қарап жүрсеңіздер, сіздер бұл трейдтардың барлығымен таныссыздар да уже. Так, келесі трейд түсінікті деп ойлаймын. Ол бізде 3-ші трейд тейкпен жабылған. Келесі бізде 30 күні болды, октябрь. Ол тоже тейкпен жабылды, плюс 2,5 R. Так, позиция менде былай орындалды. Тейк азиян хайға дейін қойдым, четко тейкпен жабылды. Easy profit алып алдым деп айтсам болады. 1 сағатта менде так ситуация былай көрінеді да, то есть фунт бойынша. Так, ми 3 минутта және 5 минуттағы ситуациялар. Так, енді детально осыны қарастырайық. Так, бұл бізде 30 күні болды, және де бұл трейдта не қарастырылды. Так, контекст бұрынғы бізде сақталады, жоғары қарай өсеміз, имбаланс толтырамыз, және де баға бізде мына жақтан ликвидностьпен жақсы жұмысын көреміз, то есть жоғары әдемі өсіп бара жатыр. Және LTF-қа өтетін болсақ, LTF-та не көрінді да? LTF-та баға также бізде ликвидностьпен жұмыс жасайды, өте керемет өседі да. И осы ликвидностьпен жұмысы бағаның как за основу алынған болатын, баға өседі, содан кейін рост береді. Плюс 30 минуттық таймфреймді қарайық. 30 минуттық таймфреймда мен мына жерде дисбалансты көрем да, дисбалансты белгілей салайық. Дисбалансты көрем, баға дисбаланс толығымен толтырады, плюс дополнительно мына жақтан ликвидность шешіп алады. Және де LTF-та Лондон ашылған кезде мен манипуляцияда позицияға кірем. Лондон ашылды. Так, 3 минуттықта қарайық. 3 минуттықта бізде мына жерде то же самое дисбаланс тұр. Және дисбаланстан реакциясын көрем Лондонның бірден. И примерно мына жерде позицияға кірдім. Вот келесі свечкамен. То есть жасалып жатқан кезде стоптың артына қойдым. Тейк мына жерге қоямын да. То есть 1.58 R. Маркетпен бастым. Мен басқаннан кейін сразу баға фук деп өсіп кетеді да. И осындай трейд қарастырылған. То есть әдемі бағаны жақтаға кажется дисбаланстың ішінде. Оғаннан кейін мен бұны қарастырған. Так, бұл саксада осылай көрінді да. И как бы азиян хайға дейін жетеді баға, және де спокойно бір 10 минуттың ішінде тейкпен жабады. Және де мен бұл жерде спокойно ешқандай без напрягов трейдтан успешно тейкпен жабыламын. То есть и дальше трейд ұстауға смысл жоқ болды, потому что мына жақта барлық цельдар шешілген, сол жақта на максимум да, свинг максимум. И содан кейін дальше баға коррекция жасап, астында қалған ликвидностьтарды шешіп алуға кетті. Ну, былайша айтқанда бұл Лондонның манипуляциясы болды, и баға келеді. Короче, Лондоннан кейін дальше свинг шортқа қарай кетеді. Түсінікті деп ойлаймын да. И осыдан кейін менде ешқандай трейд жалпы 30 күні қарастырылмады. Так, келесі трейдқа өтейік. Ол бізде 30 күні евро бойынша болыпты. Так, шортқа қарастырылған трейд. По идее, бұның логикасы нормальный логика болды, но мен бұл жерде есептемеген нәрсем не, ол бізде баға 4 сағаттық баланстың дисбаланстың ішіне кірген ситуациясын есептемеген да. То есть ситуацияны қарайық ең бірінші 4 сағаттан.
Так, 4 сағатта қарайық, бізде то же самое логика ретінде ликвидность шешілгендер алады, және де менде так 1 сағаттық таймфреймда так бағаның мына жерде previous high мен жұмысы previous high'ды шешкеннен кейін мен былай кетеді деп ойлағам, по идее азияны лоуды алып, бірақ баға келді, содан кейін манипуляция жасап не істейді, азияны лоуды алып жоғары қарай өседі деген идея болған, бірақ сауда уақыты ашылғаннан кейін да бізде слон беріледі, слоннан кейін мен бірден мына жерде шортқа кірем, стопты previous high шешкен свечканы артына қойып тейк, азияны лоуға болады да, бірақ енді мен бұл жерден балансты учетқа алмағандықтан бізде баға мына жақтағы дисбаланстан реакция беріп кетті. Ну, нормальный трейд болған, негізі просто Лондон ашылған кезде безубыток қою керек еді да, то есть 10 минут қалған кезде или даже жауып тастау керек еді, сол кезде хотя бы бір R ұстаушы едім, ал өзімнің жадностьымнан маған Лондон ашылған кезде бірден стопқа жауып тастады. Короче, осындай трейд болды. Так, жалпы осындай, бұл фазан аккаунтында болған бұл трейд, поэтому мен оны дальше Лондонда ашып ұстай берейін деген ойда болдым да. Так, түсінікті деп ойлаймын, почему стоп. Так, келесі трейд қарайық, бұл бізде тоже самая ошибка болды. Баға стоппен жабылды. Мен бұл жерде тоже новостьпен кеттік. Неге стоп болғанын айтып берейін. Так, енді қарайық, бізде не көрініп тұр да, бізде кеше байқадық, баға келді, мына жақтан хайдан ликвидность шешіп алды, плюс біз мына жерде дополнительно жақтан ликвидность шешіп алғанбыз да, и как бы баға дальше өседі, құлайды, как бы неизвестно, потому что біз рейндждің ішінде тұрмыз да, былайшысы хай бар, то есть лоу бар, хай бар да, и как бы информация қатты известно емес, бірақ LTF-қа өтетін болсақ, LTF-та не көріп тұрмыз, баға келеді, жоғары қарай өседі, және біз тура сондай бағанағы бір трейдтағыдай ситуацияны орындаймыз. Баға мына жерде 30 минуттағы дисбаланс толығымен жабады, сосын лонгқа өсіп, бірден Франкфурттың максимумын шешіп алып кетеді. И LTF-та қарасақ, негізі трейд, по идее, мына жерде алыну керек болған, мына дисбаланстан да былай келіп, осылай кетсе әдемі болушы еді, бірақ баға бірден цельға жетіп қойды, и поэтому трейдті Лондонның соңында почти ашуға тура келді. Трейд менде осы жерде лимитный ордермен примерно орындалды, 66 бағасында или 67 бағасында орындалды. Стопының артына қойдым, тейкті мен мына жаққа қойған болатым, ну примерно даже былай орындалды, 1.3 R-да, ну нормально. Баға келді, жаңалық шықты Нью-Йоркта, содан кейін өсті, бірақ тейкқа жетпей, бізде тейкқа жетпей, мен потом алтыға таман ұйқым келіп ұйықтап қалған болатын, тейкқа жетеді деген, но баға 18.45-те Чикагский PMI деген новость шықты, и новосттан кейін стоппен қарасам жабылыпты. Короче, хорошо, что мен стоп қойдым, да, былай кете берсе, прям бүкіл баланстан айырылып қалуға болатын еді. Так, түсінікті деп ойлаймын. Келесі трейд бізде евро бойынша болған, тоже стоп. Жоқ, бұл жерде безубыток, өтірік айтам. Безубытокпен жабылды, баға келді, безубытокпен, өзім уақыт біткеннен кейін жаба салайын деп шештім. Так, негізі бұл да стоп болушы еді. Енді бұның бір ұнамаған жерін көрсетейін. Прям жесткий манипуляция болды, бұл мына күні. Так, баға бізде часовойдан қарай салайық. Мына жақтан бүкіл ликвидностьті біз шешіп алғанбыз хайдан, equal хайстарын барлығында. Содан кейін шешкеннен кейін Нью-Йоркта манипуляция жасап, слонды жасаймыз, бұзамыз структураны, және де мен мына жердегі имбаланстың, дисбаланстың толтырылуынан позицияға кірдім. Тейк, әрине же Азияның минимумы болған, бірақ баға келді де чуть-чуть неше пункт, 46, мынау 64, 20 пункт жетпей қапты. Чуть-чуть жетпей қалды, Франкфурттың лоуын шешіп, баға жоғары қарай өсті. И мен безубыток қойып қойдым ұйықтар алдында, және тұрсам, то же самое баға безубытокпен жабылған екен, примерно 11 кезінде да. Вот жалпы осылай безубытокпен жабылған трейд. Хорошо, что безубыток қойдым деп айтайықшы. Так, келесі трейд қарайық. Келесі трейд бізде фунт бойынша болған. Бұл трейдті мен пятница күні бөліскем сіздермен университетте болған кезде. Так,
ашқан болатынмын. Сториста тоже көрген болатынсыздар. Так, и бұл трейд қалай орын алды вообще? Қазір қарастырып жіберейін. Так, 1 ноябрь күні болды. Так, анау евро ғой, Россия. Так, фунтик. Так, фунтик бізде осылай орындалды. Так, дневкадан қарайық фунтты. Дневкада біз бір күндік дисбалансты толығымен толтырамыз, содан кейін часовой таймфреймда баға не істейді, өскен кезде дисбаланс қалдырады, бірақ дисбаланс мына жерде екеуді. Поэтому мен не істедім, 2 сағаттық дисбалансты ала салдым, мен баға почти оны толтырған, плюс астынан эквалдарды шешіп алғанбыз. 1 сағатта қарайық, баға Азияның минимум ликвидность шешеді, содан кейін LTF-та біз не істейміз. Так, маған важный нәрсе, Франкфуртқа қатты мән бермедім. Бізде лондонский открытие сразу манипуляциямен ашылып, жоғары қарай өседі, және де мен осы тұрған дисбаланстан позицияға кірдім. Тейк, конечно, мына жерге дейін қойдым. Мен негізі қалай не істедім да вообще, баға кіргеннен кейін дальше мындай проторговка болды, көріп отырмыз да. И баға не істеді, баға келеді, максимумнан аспайды, и мен тайминг біткеннен кейін безубытық қойған мына жерде, бірақ баға безубытыққа бармайды, өз кезінде бірден тейкқа жеткен болатын да. То есть мен мына жерге дейін қоюға болушы еді әрине, бірақ мен ол жерге қоймаймын деп шештім, потому что новость не істейді, мына жақты шешіп былай кете салу да мүмкін еді да. Поэтому ереже тең ереже болу керек, ережелеріңізді сақтауларыңыз керек. Баға келді, тейкпен жапты, успешно жабылдым. Так что осындай трейдтер ашылды, 50% мен ойымша четкий болды. Негізі основной трейдтар менде фунт бойынша ашылған. Скорее всего, өзінің котировкаларының қатарынан евроны өшіріп тастаймын да. Евроны өшіріп тастаймын, және де таза фунтпен сауда жасайтын боламын. Жалпы осындай апта болды, 50% винрейт тоже керемет. Ну, егер мұнан безубытықты есептесек, примерно 62,5 да. Ну, жалпы жаман емес. Осындай трейдтар ашылды, апталарыңызда сіздерде жақсы өтті деген ойдамын. Егер сұрақтарыңыз болса комментарийға жазыңыздар да. Келесі аптада разборларда кездескенше.